Қорқынышты орманда кезген қобожықты бүгінгі бөлімде полицейскийлер мен Франклин ұстайтын болады. Ендеше видеоны бастаймыз. Мінеки, камерамды іске қостым. Так, бәріңізге сәлем. Қалайсыздар? Мінеки, көріп тұрғандарыңыздай мен дейтін осылай таудың жағасында бүгін өзім демалыстамын. Артымда осылай мінеки өзіме арнап бір костер от жағып қойдым. Және қасымда осындай отырғышым бар, көлігім бар, және рация. Франклин, тезірек жауап бер. Йо-майо, мен демалыстамын ғой. Так, осындай маңызды кеште маған рацияның хабарласып қалғанын қараңыздаршы. Ал жауап бердім, Франклин байланыста. Айта беріңіз. Франклин, тау тұрғындарының айтуы бойынша таудан бір аса қауіпті монстр көрінеді. Саған тапсырма, сен сол монстрды табуың керексің. Йо-майо, бүгін бір жақсылап демалам ба деп едім. Бұл да болмады. Таудың қасында қармақпен балық аулап демалам ба деп едім. Мына бастықта бір звондап қоймады ғой. Қайта тауда бір монстр бар деп. Өзі бір бітпейтін монстр екен. Жақсы, не болса да жұмысыма кірісейін. Йо-майо, керемет бір демалыс болып еді. Демалыстың да бір бытшытын шығарды ғой. Өзі қандай монстр таудан кетпейтін. Осы монстрды тауып қолға түсірмесем, одан кейін бір асықпай өзім демалмасам. Так, көлігімнің дөңгелегі қалай? Нормальды мекен? Жарылып қалмады мекен? Қазір енді артқы дөңгелекті қарап кетейін. Менің ойымша бәрі жақсы секілді. Қазір бәрін тоқтай тексеріп шығайыншы. Дөңгелек бәрі орнында. Ендеше жолға шыға берсек болады. Ал мына орындықтарды не істесем болады екен? Так, ойлану керек. Бұларды мен дейтін көлікке салуға ерініп тұрмын. Жақсы, осында тұра берсін. Қазір түнге таман болсын, немесе ертең болсын, қайтадан келемін ғой. Жарайды онда, көлігіме отырайын. Жаздың соңғы айларда міне, соңғы күндерде мінеки жақындап уже қыркүйек айы тамамдап қалды. Ал давайте кеттік, жолға шығайықшы. Әлгі қобожықты тауымыз керек. Так, мына кісі кім? Түсінбедім. Қазір көліктен түсіп сұрап көрейінші. Ассалаумағалейкум көке, қалайсыз? Мәссаған, түріңізге не болған? Көлігіңізде өртеніп кетіпті. Бұнда не болған соншама? Мәссаған балам, не болды дейсің бе? Құрсын сұрама. Мұна таудан дейтін бір түсініксіз қобожық келіп, менің көлігімді бері лақтырып өртеп жіберді. Енді не істеймін? Мұна көлікпен мен деген өз отбасымды асырап отыр едім ғой, тиын-тебен тауып. Енді қайтсем болады. Бір өкініштісі, көліктен дымда қалмады ғой. Так, тұра тұрыңыз көке, сонда мына таудың үстінде шынымен де бір қобожық бар ма не? Мәссаған, мен оған сенбеп едім. Шынымен де қобожық болып тұр ғой. Әрине бар қобожық, қуасыңдар ма? Біз дейтін бұрыннан бері полицияға арыз жазып жүрдік қой. Осы таудың үстінде қобожық бар деп. Ал полиция болса біздің арызымызды ескермеді де. Енді мінеки қобожық бізге шабуыл жасап, машинамызды талқандап жатыр. Көке, уайымдамаңыз, біз сіздің машинаңызды қалайда болсын қайтаратын боламыз. Ал мен дейтін осы қобожықты жойға келдім. Ендеше маған сенсеңіз болады, мен қобожықтың көзін қайткен күнде де жоятын боламын. Так, көкеміздің айтуы бойынша таудың үсті өте қауіпті секілді. Онда біздер өзімізбен бірге өзіміздің қазір алып келген мылтығымызды алып алсақ қалай болады? Әйтпесе мен дейтін қарусыз жүрейін десем, что-то бір қорқып тұрғаным бар. Так, достар, мен деген қазір қараңыздаршы, алдымнан осындай бұғыны көріп тұрмын. Так, осы бұғыны атып алсам қалай болады екен? Давайте көрейік. Мінеки көздедім. Опа! Мәссаған, көрдіңіздер ма? Так, давайте қасына барып көрейікші. Өлді ма? Өлді. Алақай, жақсы болды ғой. Енді мына бұғыны біздер
машинаның қасына тастап кетуіміз керек. 2 айға жететіндей бір ет аулап алдым десем де болады. Жарайды, онда мына бұғыны қазір көлігімнің қасына апарып тастайын. Мә, саған жақсы болды ғой. Осындай үлкен семіз бұғыны атып алғаным. Үйге барып бір жақсылап бешбарма қуырда жасау керек қонадан. Давайте көліктің қасына апарып қояйын. Мінекей бұғыны көліктің қасына әкеліп қойдым. Ендігі бізге әрмен қарата жолды жаяу жүргізуіміз керек. Әйтпесе мына көлікпен баратын болсақ, мына бұғыны басқа бір аңдар жеп кетуі мүмкін. Жарайды, енді мына тау қауіпті болса да біздер жолымызды әрмен қарата жалғастыруымыз керек. Не дегенмен біздер осы таудағы адамдарды құтқаруымыз керек қой. Достар, сіздердің маған көмектеріңіз керек. Егер менің құбыжықтың көзін жойғанымды қаласаңыздар, төменге түсіп подписаться кнопкасын басып кетсеңіздер ғана болды. Ал біз сіздердің сенімдеріңізді ақтап, әлгі құбыжықтың көзін жоятын боламыз. Давайте, бізге сенсеңіздер болады. Менің пайымдауым бойынша құбыжық деген осы таудың артында секілді, менің ойымша. Себебі бір түсініксіз дауыстар естіліп жатыр. Қазір барып көрейінші, мүмкін құбыжық осы таудың ар жағында шығар. Білмеймін, бір түсініксіз шыңғырған дауыстар естіліп тұр, достар, қараңыздар. Мә, саған. Мынаны сіздер көріп тұрсыздар ма? Ема, мынау болып тұр ғой да, тау құбыжығы дегеніміз. Мә, саған. Мен кішкене қорқа бастадым, достар. Қараңыздаршы. Мына таудың үстінде қандай үлкен құбыжық бар. Қазір білейін, қалай шығамын. Ема-йо, таудың үстіне шығуды оңай іс емес екен. Қазір бірдеңесін қылып шығып көруіміз керек. Әйтпесе мына құбыжықты біздер өлтіре алмаймыз. Жоқ. Ема-йо, құлап кетуге сәл қалдым. Достар, сіздер көрдіңіздер ме? Құбыжықтың қандай екенін? Мә, саған. Жоқ. Ей, бауырым, төбеге шықпашы. Төбеде құбыжық бар. Ей, бауырым, мен тыңдашы. Саған не керегі? Мен дейтін туристпін. Маған дейтін тауға шығу керек. Маған кедергі келтірмеші. Кет бар, өз жөніңмен кете бер. Жоқ, бауырым, мен саған шындай тұрмын. Давай, қашып кет. Мә, саған қараңыздар. Мына жерде өртенген көлік бар. Ах, дей бәлем. Мына құбыжықтың істегені болып тұр ғой. Мына жақта тағы да бір турист бар. Қайда кетіп бара жатсың сен? Ема-йо. Жоқ, ол жерге бармашы. Блин, тыңдамайды бұлар мені. Мә, саған қараңыздаршы. Өте дәу құбыжық. Бұны қалай өлтірсек болады екен? Так, менде бір ой бар. Мен деген қазір онда коктейль молотамен өлтірсем қалай болады екен? Яғни, міне, осы коктейль молотамен. Бұны лақтырсам, құбыжықтың асты өртке оранып, құбыжық менің ойымша өртеніп кету керек. Бірақ білмеймін, бұл іске аса ма, іске аспай ма, оны енді іс жүзінде тексеріп көруіміз керек. Давайте, бірінші бізге тауға шығу керек. Ал тауға шығу өте оңайда емес, өте қиын да емес. Мә, саған қараңыздар. Мен құбыжықты өз көзіммен дәл жанынан бақылап тұрмын. Не деген қорқынышты. Достар, енді біздер 4-5 сағаттай осы жерде күтуіміз керек. Себебі қазір біздер өлтірсек құбыжықты, құбыжық өлмеуі мүмкін. Менің ойымша құбыжық дәл қазір өте мықты секілді. Жарайды, онда осы жерде күтейікші. Бізде басқа амал жоқ секілді. Біздерде түн болды. Ал енді мен құбыжықты смело өлтіре берсем болатын шығар. Так. Блин, кішкене қорқып тұрмын. Мына құбыжық әзірге мені байқамайды. Қазір көрейікші. Қолымызға өзіміздің коктейль молотамызды алайық. Ал, давайте. Құбыжық. Мен саған мені естімей ма сонда мынау? Так, блин, қорқып тұрмын. Ладно, көрейікші. Опа, мә саған. Мә, қайда қаштың құбыжық? Бері кел, қашпа, жоқ. Мә саған. Мә саған. Құбыжық, ема-йо, өлмей ма не? Так, атамыз. Мә, қайда қашты құбыжық?
Жоқ, қашуға болмайды бұған. Біздер бұны қалай қайткен күнде де атуымыз керек. Давайте атамыз. Мә. Давайте, мә. Қайқа қашты мынау, ё-моё. Сайтаналар құбыжық бері кел. Блин, тимей қалды. Қалай бұл сонда? Мә. Мә саған құбыжық. Мә саған. Біздер құбыжықты өлтірген секілдіміз. Қараңыздар. Так, құбыжық бізде осылай қатып қалды. Біздер құбыжықты өлтірдік. Салақай. Қазір енді өзімнің әріптестеріме соға берейін. Алло, Басеке. Түсіндім. Сіз айтқанын құбыжықты ұстадым мен. Маған дейтін көмекке тағы да қосымша полицейскийлар керек. Жарайды, осында күтемін. Аха, Басеке. Все айтсаңыз болды. Мен саған келгендеріңіз қандай жақсы болды. Мінеки өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мен деген осы тау құбыжығын өлтірдім десем де болады. Енді бұны қолға түсіру оңай болған жоқ, не дегенімен. Жарайсың, Франклин, сен өз жұмысыңды өте ұқыпты және тиянақты істедің. Молодец. Рахмет, Басеке, қолдауыңызға. Мен саған, Франклин, сен мына дәу құбыжықты бір өзің қалай жеңдің? Бізге де айтсая бір сырын бар шығар. Оның ешқандай да сыры жоқ. Мен жай ғана оның артынан қуалап, одан кейін РПГ көмегімен жеңдім ғой. Мен саған сенде РПГ бар ма не? Әрине, мен дейтін осындай тау құбыжықтарын өлтіретін болғасын, маған осындай РПГ, снайпер, тағы да басқа пулемет бәрін беріп қойды ғой. Мен саған молодец, Франклин, өте мықты екенсің. Бұл әлі бастамасы. Әлі де талай құбыжықтың бәрін ұсайтын боламын мен. Мен саған шынында да өте дәу екені, бірақ өзім де қалай ұстадым соны таңғалып тұрмын. Қараңыздаршы, мен саған түсі жап-жасыл халыққа ұқсай ма? Жарайды, онда мен достар, осы жерден өзімнің видеомды аяқтайын. Сіздермен болған мен Лимбо. Келесі бөлімде кездескенше.